Сәлеметсіз бе, Гаухар Ниязқұловна, менің аты-жөнім Асылбекова Семай, ЖМКБ 207Б тобы, және де бүгін мен кіреберіс есту ағзасы органын аудитис эт статусқа толығымен тоқталатын болам, және де кіреберіс есту нерві, тамырлары, және де нервтенуі. Сонымен қатар дәм және иіс сезу органдарына тоқталамыз. Бірінші, құлаққа тоқталайық. Құлақ аурикула деп аталады, бізде құлақ 3 бөлімнен тұрады. Сыртқы бөлім бізде мембрана тимпаникадан бітеді. Ортаңғы бөлім, ортаңғы құлақ деп аталады. Аурикула медиа, және де ішкі құлақ аурикула интерни. Сыртқы құлаққа тоқталайық. Сыртқы құлақ ең бірінші ол құлақ қалқанынан тұрады. Құлақ қалқаны негізінен шеміршектен тұрады, шеміршектің сыртын тері қаптайды. Және де құлақ қалқанының шеміршегі жоқ бөлімі, яғни май клетчаткалары жақсы дамыған бөлімі, ол сырғалық бөлімі деп аталады, немесе ол жерді біз лобулис аурикулярис деп атаймыз. Келесі хелисис, шиыршық бізде кауда, мына жерде жақсы көрінген, кауда хеликсистен басталып, жоғары қарай бөліп, спина хеликсиске, одан кейін крура хеликсиске жалғасады. Және де хеликсистің астында бізде қайықша тәрізді шұңқыр орналасқан, скафа. Шиыршыққа қарсы бүртік шиыршығы орналасқан. Қарсы бүртік шиыршығы бізде осы жерден басталады. Және ол жер сулкус аурикулярис постериордан басталып, жоғары қарай екі аяқшаға бөлінеді. Бұны біз анхеликс деп атаймыз. Анхеликс жоғары қарай екі аяққа бөлінеді. Крура анхеликс, және де олардың арасында түзілген үшбұрышты шұңқырды біз фосса триангулярис деп атаймыз. Келесі бізде бүртіктен трагус. Трагустың жоғарғы бөлімінде, мына трагус болса, оның жоғарғы бөлімінде туберкулум супратрагус орналасқан. Және де трагусқа қарсы антитрагус. Антитрагус, және де бұл екеуі мұнда жақсы көрінген инцизура интертрагикамен бір-бірімен бөлінеді. Нағыз құлақ қалқаны деп осы бөлімді айтамыз. Нағыз құлақ қалқанын крура келикс бөледі екіге, жоғары кішілеу, төменгі үлкендеу. Жоғарғы бөлімі бізде кумба конхе деп аталады, ал төменгі бөлімі кавум конхе деп аталады. Және де порус акустикус экстернус сыртқы есту тесігі көрініп тұр. Мұнда қарайтын болсақ, бізде құлақта бұлшықеттер болады. Және де бұл бұлшықеттер, оны құлақтың меншікті бұлшықеттері, және де меншікті емес, яғни бір бөлімі бас сүйекке бекитін бұлшықеттер болып бөлінеді. Ең бірінші меншікті емес бұлшықеттерден бастайық, ол мускулус антикулярис супериор, мускулус антикулярис антериорды көріп отырмыз, және де мұнда мускулус аурикулярис постериорды көреміз. Бұлар меншікті емес. Енді меншікті бұлшықеттеріне тоқталайық. Бірінші көріп отырған спина хеликсистен басталып, жоғары қарай баратын бұл мускулус майор хеликсис. Келесі спина хеликсистен басталып, төмен крураға қарай баратын, крура хеликсиске баратын ол мускулус хеликсис минор деп аталады. Трагустың жанында мускулус трагикус, және де мускулус антитрагикус та болады. Артқы бөлімінде тағы мускулус қиғаш бұлшықеттері, құлақтың қиғаш бұлшықеттері мускулус обликулус аурикулярис деп аталады. Ол мұнда эминенті фосса трансверсустан басталып, эминенті конхаға қарай келеді. Ал содан сәл төменірек бізде мускулус трансверсус аурикуляристі көріп отырмыз. Көреміз, және де келесі бізде порус акустикус экстернус. Ол мұна жарғаққа, яғни мембрана тимпаниге, дабыл жарғаны келгенде күрт аяқталады. Және де бұл негізінен, бұл жерде бізде шаштар, түктер, және де құлық бөлетін бездер болады. Ол құлық бөлетін бездерді біз гландулярис цереминоса деп атаймыз, және де ол цереминоса деп атаймыз. Және де осы құлақтың сыртқы есту жолының ең терең бөлігі бізде аталады синус акустикус экстернус деп аталады. Синус миатус акустикус экстернус, және де ол жерде ешқандай нелер болмайды, түктерде ешнәрсе болмайды. Және мына жерде біз үштен бір бөлігін
біз картилагине, яғни шеміршектен тұрады. Ал 3-тен 2 бөлігін сүйекті бөлім алып жатады. Сүйекті бөлімі бізде осы, яғни сүйекті бөлімі. Бұл сыртқы құлақты ажыраттық. Енді ішкі құлақ, ортаңғы құлақ пен сыртқы құлақты бір-бірімен ажырап тұратын ол мембрана тимпани болып табылады. Мембрана тимпани, міне, мұнда өте жақсы көрінеді мембрана тимпани. Мембрана тимпани негізінен ол жұқа болып табылады, полупрозрачный, оның ортасында умба болады, және де шет-шетінде қалыңдау болып келеді ортасына қарағанда. Ол шетінде талшықты сақиналы нелер болады. Талшықты сақиналы шеміршек болады. Оны анулус фибра, анулус фибра картилагинус деп атайды. Картилагинус деп атайды. Сонымен қатар бұл жерде 2 бөлім ажыратылады. Парс флаксида жоғарғы бөлімі және де фарс тенса. Парс және тура умба мембрана тимпаниге бізге балғашық сүйегінің несі келеді. Балғашық сүйегінің тұтқасы келіп орнығады. Келесі ортаңғы құлақ. Ортаңғы құлақ бізде осы жерді ажыраттық. Ортаңғы құлақ бізде аурикула меди деп аталады, және де оған кіретін бізде бірнеше құрылымдар бар. Бірінші ол дабыл қуысы. Дабыл қуысы кеңістік ретінде болады, ол бізде кавум тимпани деп аталады. Және де 3 сүйекше, осикула аурикулярис, және де эвстахи түтігі, немесе есту түтігі, туба аудитива деп аталады. Мұнда қарайтын болсақ, кавум тимпани өте жақсы көрінген. Кавум тимпанидың ең бірінші қабырғасы, ол сыртқы қабырғасы немесе мембраналық қабырғасы деп аталады. Бұл осы мынау мембрана тимпанидың ішкі бетін қаусырып жатады. Оны біз парс мембранасеус деп атайды. Ішкі қабырғасы немесе лабиринттік қабырғасы бізде мына лабиринттің сырт жағында болады. Ол парс лабиринтикус. Және де бұл жерде қарап отырсақ, сол парс лабиринтикустың сәл жоғарғы бөлімінде мұнда кішкене төмпешік орналасқан. Проминенте каналис циркулярис латералис. Яғни мұндағы латеральды жартылай дөңгелек өзектің несі? Проминент төмпешігі. Және де мұнда каналис фасиалис өтетін каналдың сыртқы бетінде проминенте орналасқан. Проминенте каналис фасиалис. Бұл жерде бет нерв өтеді. Келесі бөлімі ол жоғарғы қабырғасы. Оны жоғарғы қабырғасын біз парс эпитимпаникус деп атаймыз, немесе тегмент тимпани деп атайды. Ал төбіңгі қабырғасы парс югулярис. Неге парс югулярис? Себебі бұл жерде фосса югуляристің несін құрайды. Фосса югуляристің қабырғасын құрайды парс югулярис. Және де алдыңғы бөлімі кавум тимпанидың ол парис каротикус. Парис каротикус астынан каналис каротикус өтеді, яғни ұйқы. Каналис каротикусте бізде ішінен артерия каротикус, ұйқы артериясы өтеді. Яғни бұл жерде егерде осложнение болатын болса, артерия каротикустан қан кетуі мүмкін. Келесі эвстахи түтігі, мұны туба аудитива деп аталады. Және де ол негізінен жоғарғы бүйір жұтқыншақтың тесіктерінен остеум фарангеус туба аудитивадан жоғары қарай жүреді. Мына көмейге жақындайтын жері кеңейген жер болып табылады, және де ол жерде торус тубариді құрайды. Бұл есту түтігі бізде 3-тен 2 бөлімі шеміршекті, ал 3-тен 1 бөлімі бізде не болып табылады? 3-тен 1 бөлімі сүйекті бөлім болып табылады. Және де шеміршекті бөлігін картилаги туба аудитива деп атаймыз. Картилаги туба аудитива латеральды және де медиалды қабырғаларын құрайтын бізде нелер табақшалар болады. Егерде латеральды табақшасын бетін құраса, ол ламина картилагинус латерали, және де егерде мұнда қарап тұрсақ, ламина медиалис картилагини көрініп тұр, бұл медиалды табақшасы. Жоғары қарай осы шеміршекті бөлім мен сүйекті бөлімнің ортасында шекара ретінде ицмус туба аудитива орналасқан. Бұл қылта.
кеңейіп жоғары қарай болғанда ол узкий бола бастайды. Келесі ішкі құлақ. Ішкі құлақ деппін ғой. Мұнда көрсетілген үш нені көріп тұрмыз? Үш сүйекшені. Осикула аурикулярис. Келесі осы сүйекшелерге келейік. Бізде ортаңғы құлақта үш сүйек орналасқан. Балғашық, төстік және де үзеңгі. Балғашық бізде мұнда жақсы көрінбегендіктен мұнда салдым. Бұл балғашықтың басы, капут, мали, мойнынан, колум және де тұтқасынан, манибриум малиден тұрады. Және де ол мойнынан екі өсінді. Процессус антериус, процессус латералис. Процессус латералис және де процессус антериус. Және де басы біткен жерде бізде тағы бір процессус дентикулярис мали. Тішелі процессус орналасады. Және де манибриум мали умба мембрана тимпаниге барып, екеуі бір-бірін соған кіре орналасқан. Ал процессус антериор болса фиссура петротимпаникаға кіре орналасады, ал мынау тұрған өсінді процессус латералис бұл дабыл қуысының жоғарғы бөліміне барып эминента малиді құрады. Оны кейде парс флаксида ретінде, негізінен бұл парс флаксида мен парс тенсаны бөліп тұратын бөлік, шекара болып табылады. Және де капут малидің арғы бетінде қарасақ мынандай не болады? Фасис аурикулярис, артикулярис. Және де бұл екі буындық беттері, мынау балғашық пен төстің екеуі қосылып артикулятия инкуда малиарис құрайды. Төстік бізде ол инкудис деп аталады, және де үш бөліктен құралады. Корпус инкудис, брейви, екі брейви, крус брейви және де крус лонгум. Кіші аяқшасы, үлкен аяқшасы. Негізінен бұл сүйек лигаментум аурикулярия супериус арқылы неге бекейді? Тегман тимпаниге бекейді. Жоғарғы қабырғасына. Ал крус брейви болатын болса, ол лигаментум аурикулярия постериор арқылы осы ненің арқасына, артқы қабырғасына бекейді. Кавум тимпанидің артқы қабырғасына бекейді. Келесі крус лонгум. Крус лонгум бізде мынау жоғарғы денесі бізде эпитимпаникумда орналасса, ал крус лонгум мына жерде орналасқан мембрана манибриум тимпаниге параллель орналасып, бұл жерде месотимпаникум болады. Месотимпаникум осы аралықта месотимпаникум болады. Және де оның ұшында фасис артикулятия болады, және де ол арқылы мына үзеңгіге артикулятия инкудостопедия арқылы екеуі біргеді. Бұл бізде степис деп аталатын үзеңгі ол негізінен басынан, екі аяқшасынан, алдыңғы аяқшасы, артқы аяқшасы және де базис негізінен тұрады. Басынан аяқшаларына кететін жерде колум деп атайды кейде. Және бұл жерде айтатын жайт, крус антериор, мына суретте крус антериорды қарайтын болсақ, ол кішкене тігінен, ал крус постериор ол кішкене осылай иіліп келген. Және ол екеуі базис стапедиске баратын кезде сақина құрайды. Сақинада сулкус болады. Сол сулкус арқылы мембрана обтуратория осы жерді жауып тұрады. Мембрана обтуратория болады. Ал базис бір жағы шығыңқы, ал бір жағы қысыңқы болады. Және де бұл арқылы фенестра вестибуляға жанасады. Келесі бізде ішкі құлаққа келейік. Ішкі құлақ жаңа көрсеткендей мына жерді алып жатады. Артикулятия интерна. Ішкі құлақ негізінен бізде екі түрлі лабиринттен тұрады. Ол сыртқы лабиринт және де жарғақты лабиринт. Сыртқы немесе сүйекті лабиринт және де жарғақты лабиринт. Сүйекті лабириттің ішінде жарғақты лабиринт жатады. Сүйекті лабириттің іші негізінен бізде перилимфа сұйықтығы болады, және де ол жерде спатиум, перилимфатикум деп аталатын кеңістік, перилимфалық кеңістік болады.
Жалпы біз мына сүйекті лабиринтті алып қарастырсақ, бұны 3 бөлікке бөлеміз. Кіреберістік бөлімі, алдыңғы бөлімі және де артқы бөлімі. Кіреберістік бөлімінде бізде 2 шұңқыр болады. Эллиптикалық шұңқыр және де мына орналасқан сфералық шұңқыр. Эллиптикалық шұңқырда бізде ол сопақша болады, және де бұл екеуінің арасын айдаршық бөледі. Мына орналасқан кристовестибуль. Рецессус эллиптикус деп аталатын эллиптикалық шұңқырда мына көріп тұрған дақтар, бұлар жоғарғы торлы дақ деп аталады, макула криброса супериор. Ал сфералық бөлімде рецессус сферисуста бізде мындай ортаңғы дақ, ортаңғы торлы дақ, макула криброса медиа орналасқан. Және де рецессус сперикуста астына қарай бізде рецессус кохлеарис, мынау улитканың бітетін жері кохлеарис болады, және де бұл жердегі дақтар макула криброса инфериор. Макула криброса супериорға бұл жерге жоғарғы алаң, арея вестибули супериорис жатады. Ал мынау сфералық алаңға, яғни макула криброса медиаға, оларға төменгі алаң арея вестибули не жатады? Арея вестибули инфериор жатады. Келесі артқы бөлігін қарастырайық. Артқы бөлігі бізде каналис семициркулярис деп аталатын жартылай дөңгелек өзектерден құралады. Жартылай дөңгелек өзектердің 3 түрі бар. Бірінші каналис суперциркулярис антериор, каналис суперциркулярис постериор және де каналис суперциркулярис латералис. Латеральды жартылай дөңгелекті өзек. Бұл өзектердің бір жағы 2 аяқтан тұрады. Мұны қарасақ, бір жағы ол крус симплекс деп аталады, яғни қарапайым аяқ. Екінші жағы ампуладан тұрады. Ампула оси латералис, ампула оси антериор және де ампула оси постериордан тұрамыз. Бірақ бұлар осы жерге келген кезде 6 тесік емес 5 тесіктен кіреді. Неге? Себебі латеральда жартылай дөңгелек 2 тесігі болады, 2 аяғы кіретін жері. Ал каналис семициркулярис антериор мен каналис семициркулярис постериор екеуі артында, екеуі бір аяқшамен, мұнда крус коммунемен кіреді. Міне, 2 аяқша бірігіп, бір тесіктен шығады. Бір тесіктен шығатын болады. Келесі бұл артқы бөлім болып табылады. Мұна вестибулярлық бөлімі, яғни кіреберістік, және де алдыңғы бөлімі. Бұл жерде бізде не орналасады? Ұлулық сүйек. Ұлу сүйек ең бірінші, міне. Так. Ұлу сүйек. Ұлу бізде 2,5 айналым жасайды. Және де оның бірінші айналымы базис деп аталады. Базис кохле. Ал жоғарындағы мына ортаңғы айламы және жоғарғы купула кохле, күмбездік айналым. Мұнда қарайтын болсақ, базистен жоғары қарай неге дейін бізде 3-4 мм болады, ал жалпы оның мынаның ұзындығы 28-30 мм болып келеді. Кохленің ұзындығы. Және бұл жерде қарап отырсақ, бұл астыңғы базис кохле, ол жерде 6 мм болады ені, ал жоғары қарай ол 2 мм-ге дейін төмендейді ені. Және бұл негізінен мұнда қарап отыратын болсақ, мынау промонториум мүйісті құрастыруға көмектеседі осы кохле. Бұл осы кохленің, яғни ұлу сүйектің көлденеңдегі несі, көлденең кесіндісі болып табылады. Көлденең кесіндісіне қарайтын болсақ, ең бірінші мадиолистерді көреміз. Бұл мадиолистер астында базис мадиолис деп аталады. Бұлар негізі болып табылады, және де астына қарап тұрсақ, бұларда трагус спиралис фораминосус тесіктер орналасқан. Бұл тесіктер будущее мынау каналдарға, бұл каналдардың аты каналис лонгитудали медиолиге кетеді. Бұл каналдар арқылы, мұнда қарап тұрсақ, бұл канал арқылы ол соңғы
аяқталатын жері каналис спиралис медиолиге барып жатыр. Сол жерден міне каналис спиралис медиоли арқылы бұл бітеді. Және де қарайтын болсақ, мына суретте де мынау рецессус кохлеаристен бастау алып, бізде ламина спиралис оси сүйекті табақша болады. Сүйекті табақша мынау тұрған бөлімді екі сатыға бөледі. Жоғарғы кіреберістік саты, төменгі мынау жоғарғы скала тимпани деп аталады, ал астыңғы сатысы дабылдық саты. Жоғарғы бөлімі саты скала вестибула деп аталады, ал астыңғы бөлімі скала тимпани, дабылдық саты. Және мынау ламина, жаңа айтқан ламина оси спиналис жоғары қарай барып, айналып, мұнда ілмек сияқты аяқталады. Оны хамулус ламина спинали деп атайды. Мұнда ілмек сияқты аяқталғандықтан, оны хамулус спиналис, ламина спиналиспен бітеді. Ал мұндағы скала тимпани мен скала вестибула екеуі жүріп, жоғарына келген кезде, күмбезге келген кезде, мынау жоғарғы скала вестибула скала тимпаниге ауысады. Сондықтан ол жерді хеликотрема деп атаймыз. Хеликотрема деп атаймыз. Келесі біздің қарастыратынымыз бұл жарғақты лабиринт. Жарғақты лабиринтті біз ламина мембранасеу деп атаймыз. Жарғақты лабиринт мына көкпен белгіленіп тұр, және де бұл жерде жарғақты лабиринттің ішін эпилимфалар, перилимф, ал бұның ішін эндолимфалар болады. Және де ол эндолимфалар негізінен эндолимфатикалық кеңістікті спатиум эндолимфатикусты құрайды. Ал мұнда ақ, көріп тұрған ақ нелер, бұлар кеңістік перилимфалик кеңістік болып табылады. Бұны спатикум перилимфатикус деп атайды. Енді қарайтын болсақ, бұл жаңағы мынау сүйекті лабиринттің ішін толығымен қайталап тұрады, сол бөлімдерден тұрады. Бұл жарғақты лабиринтті біз екі қалтаға бөліміз. Эллипсті қалта және оны интрикулус деп атайды. Және де мынау тұрған бізде сакулус деп аталатын сфералық қалта. Ол екеуі қосылатын жерде мынандай нені түзеді. Дуктус эпилимфатикусты түзеді. Дуктус эпилимфатикус жоғары жағында сакус эпилимфатикусқа барады. Және де осы мына орналасқан жартылай дөңгелек өзектер осы жерге ашылады. Ашылған кезде жаңағыдай айтқан алдыңғы және де артқы екеуі қосылып, крускомини арқылы қосылады. Және де бұл жерде ампулалық нелерде сақталады. Ампула постериор, ампула антериор, ампула латералис. Келесі алдыңғы бөлімі мына улитка мен сакулус екеуі мына жердегі дуктус реуниненс арқылы бір-бірімен жалғасатын болады. Ал мынау сакулус пен интрикулус екеуі бір-бірімен жалғасатын жерді дуктус сакулус деп атайды. Және мынау ұлу бұл көлденең кесіндісі болып табылады. Ұлулы өзектің. Ұлулы өзекке тоқталайық. Ол үш қабаттан тұрады. Бірінші, ол сыртқы қабатты, ол лигаментум, мына жерде басатын лигаментум спирали конхеден басталып, солың жалғасы болып табылатын ламина базиляриске жалғасады. Ал ламина базилярис бізде жаңағы айтқан мында көрсеткен ламина спиналис осиге жалғасады. Және де екінші қабатта ол тамырлық қабақ, міне. Тамырлық қабат, оны стрия васкуларис деп атайды. Ламина оси спиналистен екі ернеу шығады. Бірінші ернеу осы ламина базиляриспен қосылатын жерде екі ернеу болады. Ол лябиум лимби вестикула
кіреберістік ернеу және де лябум лимби тимпаникум деп аталатын дабылдық ернеу. Бұл екеуі сулкус спиналис арқылы бір-бірінен ажыратылады. Мұндан шыққан және де осы ламина спиралис ойсиден жоғары қарай мембрана вестибула шығады, және де ол мұнда тұрған стрия васкуляриске келіп бекиді. Және де ортасында кеңістік дуктус кохлеаристі түседі. Және де жаңа лябиум лимби вестибуля ол салбырап тұрады, оның ұшы жағы мембрана текторияға ауысады. Мембрана тектория ол салбырап тұрады. Ал астында лябиум лимби тимпаникумнан жоғары қарай бізде форамен нефросумдар орналасқан. Ал форамен нефросумның жоғарғы бөлімінде органум спиралилер орналасқан. Жалпы мұнда қарап тұрсақ, мұны жаңа көрсеткен скала, мұнда айттым мен, скала тимпаниден және де скала вестибулден тұрады, бірақ мұнда қарайтын болсақ жарғақты бөлімінде, жарғақты лабиринтте 3 тесік болады. Мынау скала вестибуль. Бұл скала вестибуль және де скала тимпани. Бұл екеуі перилимфалық сұйықтықпен толған. Ал мұнда пайда болған дуктус кохлеарис, бұл жерде дуктус кохлеаристің ішінде бізде эндолимфалық сұйықтық болады. Эндолимфалық сұйықтық кездеседі.